1910 жылдың 24 желтоқсаны түн. Етек жеңін әлі жия қоймаған, алапат заманға куә болатын жарық ай кенеттен тұтылды. Шырт ұйқыдағы жұрт айдың тұтылғанын сезеді бермеді. Тек ұзақ толғатқан Рәзия мен күйеуі Момыш қана білді. Дәл осы түнде қазақ халқының аспан тау перзенті батыр тұлғасы Бауыржан Момышұлы дүние есігін ашты. Бауыржан батыр Алатау мен Қаратаудың етегіндегі жерін тепсең қайнары бұрқыраған көзді бұлақшыға келетін қасиетті мың бұлақта дүниеге келді. Кеңес одағы тұсында орақ балға аталған осы ауылда бұл күнде Момыш бұлақ пен батырды тәтті ұйқыға бөлеген Қоржын тамның ғана орны төбе боп қалған. Осы Жамбыл облысы Жуалы ауданындағы Көлбастау мекені батырдың ұшқан ұясы. Шыбықты ат қып мінген балалық шағы осы өлкеде өтті. Бірде Бауыржан ойнап жүргенде қозға қасқыр шапқан. Балалар ауылға жамырай қашқанда болашақ батыр қасқырға қарсылық көрсетіп, малды аман алып қалады. Сөйтіп, бала күнінде батыр бала атанған еді. Ел батасы дарыған Бауыржан өмірге алғаш қадамын 1921 жылы Шымкенттегі 7 жылдық интернаттан бастады. 7 жылдық мектепті бітірген соң Сарысу ауданында бастауыш мектеп мұғалімі, Жуалы ауданында ауатком хатшысы, милиция бастығы болды. 1932 жылы Қызыл армия қатарына шақырылды. Алғашқы әскери дайындықты Өзбекстанның Термез қаласында өтеп қайтқан соң Шымкент, Алматы өнеркәсіп банкілерінде жұмыс істеді. 1936 жылы Ленинград финанс академиясы жанындағы курсты оқуға бел буды. Арнайы білім жоқтығынан бұл оқу орны қабылдамай қойды. Бауыржан Момышұлы біраз уақыт қаржы мекемесінде жұмыс істегеннен кейін Қызыл армия қатарына шақырылып, түрлі әскери бөлімдерде взвод, рота командирі болды. Артынша дүниенің астан кестеңін шығарған алапат соғыс басталып та кетті. 1941 жылы генерал-майор Панфиловтың басшылығымен Алматы маңында жаңадан жасақталған 316-шы атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанды. Алған бетінен қайтпайтын Қағылез батыр батальон полк командирі қызметтеріне көтерілді. Жүрегінің түгі бар Бауыржан Момышұлы кескілескен шайқастар кезінде өз батальонын 27 рет шабуылға бастап шықты. 5 рет қоршаудан бұзып, негізгі жауынгерлік құрамымен аман-есен дивизиясына қосылды. Сөйтіп, Бауыржан Момышұлы жау шептеріне ішкерлей еніп, ұрыс жүргізу теориясын соғыс тәжірибесінде алғаш қолданушылардың және оны дамытушылардың бірі болып тарихта қалды. 1941 жылдың қазанында Мәскеу үшін шайқасса, Бауыржан Момышұлы басқарған батальон жаумен аянбай шайқасып, елеулі соққылар жасады. Өзі командир болған 1073 полкыда басқа дивизиялармен бірлесіп, Мәскеу түбінде неміс басқыншыларының талқандалуына жол ашты. Соғыстың соңғы жылдары Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизияны басқарды. Ол соғыса жүріп елді, ұлттық қасиеттерді көп ойлайтын. Қанды қырғында жүріп те елге ат басын бұрып тұрды. 43 жылы қан майданнан келді. Жараланып демалуға келді ғой. Сонда келіп бұнда академиктер, профессорлар академияда қаптап жүр. Қазақтың тілінің жағдайын айтасында солар айту керек. Маман қойылары шетінен. Ал соны соғыста жүрген полковник бүгінгі ертеңгі оқышып кетуі мүмкін. Амандығын қалуды ғана ойлау керек. Ол оны ойлаудың орнына қазақтың тілін, тағдырын ойлап жүр. Сол жылы қазақ тілінің жайы дейтін үлкен қатын жазды. Егер сол қатты орталық партия комитеті қабылдады, үлкен шаралар қолданатын болды. Бірақ белгілі бір себеппенен осыны тоқтатып тастады. Өткені өзінің досына жазған қатында айтады, жақында газетте жариялатын болады, осында үлкен шара қолданды деп айтатыны бар. Біздің мемлекеттік тілге көтерілетін тіліміздің жағдайы қайта қаралатын болды деп қарайды. Ал ол кезде оған жібермеді. Егер де сол кезде сол шара жүзеге асқанда, біз қазіргідей бейшаралық жағдайда отырмаған болар едік. Батырдың 60 жылдық мерейтойында сараң үкімет қаһарман атағын бермесе де, ырымға еңбек қызыл ту орденін тарту етті. Полковник Бауыржан Момышұлы жоғарыдан өзіне лайық атақ берілмейтін іштей сезетін. 1975 жылы мемлекеттік сыйлық алды.
Бірақ бұл атақтар биліктің Баукеңді алдарқатып ет. Ноқтаға бас симаған Баукең өмірінің соңына дейін орыс халқының үстемшіл саясатына қарсы тұрумен өтті. Момышұлының қаһармандық ерлігі туралы белгілі орыс жазушысы Александр Бек арпалыс повесін жазды. 1976 жылы Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» атты роман дилогиясы жарық көрді. Қазақфильм киностудиясы елбасына күн туса атты көркем фильмде түсірді. Осындай шығармаларға арқау болған даңқты қолбасшыға Кеңес одағының батыр атағы 90 жылға дейін кешеуілдетіп, тірі кезінде берілмей келді. Не үшін Баукеңе батырлықты бермеді? Айыбы не? Айыбы ұлтшыл деп қарады. Бұл ұлтшыл емес, өзінің ұлт үшін күресті. Сол үшін бұны ұлтшыл деп қарады. Рас, Баукеңе келгенде көп сұрақ жауапсыз қалып, кең дүние сараңдық танытатын. Ол кезде одақ салты бойынша генерал-губернатор Столыпиннің салған сара жолы ұсақ ұлттарды орыстандыру үшін ата текте оф, еф, оба қосымшалары тұруы заңдылық болатын. Қалыпқа сыймайтын, ақиқаттың алдаспаны болған батыр фамилиясын өзгертпей қайсарлық танытты. Бауыржан батырлығына қаламгерлігі сай тарихи тұлға. Қаһармандық даңқы аңызға айналған Бауыржан әдеби және әскери өнерде артына қайталанбас ұлан ғайыр ұлттық мұра қалдырған бірегей қаламгер. Оның қазақ және орыс тілінде жазылған 4 томға жуық шығармалары бүгінде қалың оқырманның игілігіне айналуда. Ол көзсіз батырған емес, алдартын ақылмен, оймен барлай білген бірегей жазушы болатын. Бауыржан Момышұлы Москва үшін айқас, жауынгердің тұлғасы, генерал Панфилов, Төлеген Тоқтаров, Куба әсерлері, Ұшқан ұя сынды тағы да басқа кітаптарды дүниеге келді. Бұл кісі бүкіл еліміздің туын көтерген. Қазақ елі қандай екенін, қазақ елінің қаһармандығын, қазақ елінің патриоттық қала болу екенін бізге айтып кеткен. Тіпті егерде ол кісінің қара сөзін еске алсақ, отан үшін суға түссең өлмейсің, отан үшін отқа түссең жанбайсың деген сөздері қандай керемет. Әлі күнге сол сөздер бізге керек. Иә, жүрген жерінің бәрінде қазақтың тектілігін танытқан екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнекті жазушысы 1982 жылы өмірден озды. Батырдың денесі қазақ зиялыларының пантеонына айналған Кеңсайға қойылды. Сөйтіп, бұл күн қазақ тарихындағы қаралы күндердің біріне айналды. Өзі кетсе де қазақ халқы еш жадынан шығарған емес. Біз де өзімізді батыр дейміз. Соғысқа қатысып батыр атандық. Бірақ Баукеңнің батырлығының қасында біздікі түкті емес. Жаудың темірдей құрсалған 5 қоршауын бұзып шығып, қатардағы жауынгерден полковник дәрежесіне дейін жеткен, взвод командирінен дивизия командиріне дейін өсіп, қолбасшы атанған, орыстың шовинист генералдарымен айқасып, айтқанын өткізген бірден бір қазақ Бауыржан Момышұлы, партизан Қасым Қайсен. Біз бүгін ерлігі елге мұра, өнегесі жасқа үлгі болып қалған батыр бабамыздың ұрпақтарына қалдырған өсиет сөзін алтын қорымыздан алып назарларыңызға ұсынып отырмыз. Біз майданда болып, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көлеттік, күн түндене еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрған болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бірде бір семей жоқ.
Ежелден ер тілегі, ел тілегі, адал ер боп туса, ел тірегі деп халқым айтқан. Елінің майданнан мүгедек болып қайтқан адал ұлдары, мен мүгедекпін деп қол қусырып қарап отырмай, әркім хал қадірінше, қолынан, ойынан келгенше, халық үшін, ел үшін, намыс үшін, ар үшін қызмет істеп жүр. Бұл совет халықтарының ұлылығының маңдай алды куәсі. Ол халықтың абыройы, оған достарымыз да, туысқандарымыз да куә. Жалғыз батыр, жалғыз жан майданға тұлға бола алмас, азынап жалғыз арыстан орманды безіп алылмас деп менің бабаларым бекер айтқан емес. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан деп Данышпай аға айтқандай, әркім әртүрлі мамандыққа ие болу үшін институттарда, мектептерде оқып жүр. Жастар біздің болашағымыз, олар біздің ұрпағымыз. Ақтарыма жауынгерлік ақ батамды адал ниеттен беремін. Ол батам былай: біздің әруағымызды ұялтпастан ұлы отанымыздың кәдірін, намысын мақтан шетерліктей азаматтар болып өсіңдер. Өміріміз гүлденіп, әдебиетіміз, мәдениетіміз өркендей берсін. Мерекем құтты болсын, ұлы халқым.